Кеш жарық достар, қалайсыздар? Бүгін уже бізде 6-шы күн. Жалпы сіздерге үлкен кеңес берейін. Бүгінгі біздегі тақырып ол фотоны кішкене шолып өтеміз. Фотомен қалай жұмыс жасаймыз. Жалпы біздің жасап жатқан дүниеміз основной видео болғандықтан видеоға жақын программамен танысып өтеміз. Бізде бүгінгі программалармен таныстырып өтейін. Lightroom программасы ол сіздің фотоңызды ағартады және кішкене бояйды. Сол үшін қажет. Snapseed деген программаны көріп тұрсыздар. Ол да соған байланысты фотоңызды бояйтын, болмаса астына өзіңіздің Instagram'ды жазатын программа. Pixaloop деген программамен жұмыс жасаймыз. Бүгін бұл видеоға кішкене жақын программа. Фотоңызды кішкене видеоға ұйқастыратын программа. Соған кіреміз. Создать проект. Так, біз мына жерде бір фотоны басамыз. Енді достар, жалпы бізге мына жерде бұл программа основном жүрмей тұрған бұлттарды жүргізеді. Анимацияны басамыз, путь дегенді басамыз. Өзіміздің жүріп өтетін бұлттарды қай жаққа қарай жүргізетіміз туралы сызып шығамыз. Былай қарай, былай. Бетіп айналдырып сызсаңыз да болады. Қалай сызсаңыз сол жаққа қарай бұлттар жылжитын болады. Соған байланысты жұмыс жасасаңыз болады достар. Так. Қараңыздар. Сызып өзіңіздің жүрек қалауыңыз қалай сызсаңыз да, бірақ лажы болса бұлттың бағытына қарап жүріп жатқан соған қарай примерно сызсаңыздар өте әдемі шығады достар. Бірінші обязательно сызып аламыз өзімізге керек жерлерді. Енді сызып алдық, қараңыздар. Бізде бұлттан да басқа жерлер қимылдап кетті қарап тұрсақ, оларды тоқтату керек. Заморозка дегенді басамыз. Сол арқылы былай сызып шығамыз достар. Талдарда қимылдадыр, кішкене шындыққа жанасу үшін сонда әдемі болады. Жалпы бұл программаны тек қана өздеріңіз жалпы бұндай табиғатқа ғана қолданбаңыздар. Жүріп тұрған өздеріңіз мысалға бұлтпен суретке түсіп алыңыздар. Соны өңдеп осы программа арқылы бұлттарды жүргізіп сақ қойсаңыздар болады Instagramға. Сол кезде сіздердің фотоларыңыз видео есебінде қабылданып, Instagramда ақпараттарыңыз өсіп кетеді. Бұл өте үлкен пайдасын беретін программа. Так, енді қараңыздар. Бізде бұлттар жылжып тұр. Бұлттар тағы жерлер. Бұлай қарай жылжып жерсеңіз болады. Бұлай айналдырып жылжытсаңыз болады. Артқа қарай, алдыға қарай өзіңіздің қалауыңыз бойынша жылжытсаңыз болады достар. Енді мына бұлт бізге ұнамауы мүмкін ауа райы. Мысалға бұлт қолдансақ болады программаның ішінде. Небо дегенді басамыз. Қараңыздар достар. Осы мынау енді ұқсамайды екен. Мынау ұқсайды. Осылар таңдап көрсек болады. Егер сіз өзіңіз мысалға сәл асты жақтан аспанға қарап түсірген болса сізді фотоға, сіз осы бұлттарды қолдану арқылы өзіңіздің фотоңызға қойып жіберсеңіз болады. Ол сіздің фотоңыздың кішкене көркін ашады деген, көркін ашады. Ол әдемі болады. Қараңыздар, мыналар ұқсайды. Мысалға әр бұлт мына жерде әртүрлі көңіл сыйлайды адамға. Мыналар енді ұқсамайды. Сол сияқты мына жақта көп осылар таңдау арқылы сіз өзіңіздің фотоңызда кішкене адамдарға басқаша көңіл сыйлай аласыз. Түнде түсірген кезде қолдансаңыз болады мыналарды. Жалпы кішкене өздеріңіздің фантазияларыңызға қарай көрсеңіздер болады достар. Бүгінгі бізде өтетін тақырып осы. Қысқаша бұлттар қимылдап тұр. Бұл жақта эффекттер бар. Бұл енді адамдарға арналған. Егер өзіңіз суретке түсетін болсаңыз, мына жақты бүйтіп турлап істейтін болсаңыз, көрдіңіз ба? Домалаққа қарама қарсы ұшып тұрады. Және бұндай нәрселер бізге көп жағдайда қажет емес мыналар.
Бул энди бул кичкене өтүрүк болгондуктан бизге лажы болса көп нерсе шынайы жүзүндө болгон дурус. Space эффекти алар да бар. Буларды да көп колдонбой ак коюңуздар. Лажы болса осы бултпен көп жумуш жасай бериңиздер достор. Караңыздар. Алардын да көп колдонуунун кажети жок. Колдонатын орундары болот. Мына мисалга асман түзүргөн кезде колдонсак болот. Және бізге бұл қажет емес достар. Енді 3D движение дейді. Мынау видеомыз кішкене қимылдап тұр. Бұл да кішкене өтірік болып тұр. Машиналарымыз қимылдамай тұр. Қажет емес бұндай нәрселер. Жалпы өздеріңіздің идеяларыңызға, шабыттарыңызға қарай көрсеңіздер болады достар. Бүгінгі тақырып бізде осы. Қысқаша ғана осы программаны қолданып жұмыс жасап көріңіздер достар. Жақсы, сау болыңыздар. Бүгінгі тақырып бізде осы.